Қаңқа, латынша скелетон, құрғатылған кептірілген деген мағына береді. Ересек адамның қаңқасы 200-ден астам сүйектен тұрады. Қаңқаның құрылысына келетін болсақ, қаңқа бізде бас қаңқасынан, тұлға қаңқасынан, қол және аяқ қаңқаларынан тұрады екен. Бүгінгі тақырыпта біз осы қаңқаның құрылысын талқылаймыз, сүйектерді қазақшалап жылап атап шығамыз. Бірінші бас қаңқасынан бастайық. Бас қаңқасы краниум деп аталады. Бас қаңқасы бізде ми сауытынан және бет сауытынан түсіледі. Ми сауыты қаңқалары қуыс түзіп, миды қорғайды және мидың орналасатын жайын түседі. Ал бет сауыты сүйектері ас қорыту және тыныс алу жүйесінің бастапқы бөлімдеріне тіректік қызмет атқарады. Яғни тіл, басқа да шырышты қабаттар мұрын және ауыз қуысында орналасқан сүйектерге, түсуге қатысқан сүйектерге бекініп, сол жерге жабысады. Енді ми сауыты сүйектерін атай кетейік. Ми сауыты сүйектеріне маңдай сүйегі, ос фронтале, шеке сүйектері, ос париетале, шүйде сүйегі, ос оксипитале, самай сүйегі, ос темпорале, сына тәрізді сүйек, ос сфеноидале. Бұл жерде кішкене ғана бір бөлік орналасқан. Енді жақыннан көретін болсақ, бас қаңқасының негізінде, ішкі негізінде сына тәрізді сүйекті көріп ажыратуға болады. Одан кейін келесі, мына жерде кішкене келген тор сүйегін көреміз. Ос этмоидале, ал сына сүйегі, сына тәрізді сүйек, ос сфеноидале деп аталады. Бет сауыты сүйектері, ірі сүйектеріне жоғарғы жақ максила және қаңқада көрсетіліп тұрған төменгі жақ сүйегі мандибула жатады. Келесі майда сүйектеріне бет сүйектері ос зигоматикум, мұрын сүйектері ос насалия, мұрынның ішінде теңдей қуысқа бөліп тұратын өре сүйегі вомер, төменгі мұрын қуысында орналасқан төменгі мұрын қалқандары конха насалис инфериор, таңдай сүйегі ос палатинум және тіл асты сүйегі ос киайдеумен түзіледі. Тұлға қаңқасына келетін болсақ, тұлға қаңқасы бізде кеуде торынан және омыртқа бағанасынан түсіледі. Кеуде торы алдыңғы жағының төс сүйегінен түсіледі. Төс сүйегін стернум дейміз. Ал бүйір жақтарынан 12 жұп қабырғалардан түсіледі. 12 қабырғаларды біз кости деп атаймыз. Қабырғалардың 1-ден 7-ге шейінгі шын қабырғалар, 8, 9, 10 жалған қабырғалар және 11-12 қабырғалар қозғалған қабырғаларды ажыратады екенбіз. Омыртқа бағанасы колонна вертебралис. Негізінен 33-34 омыртқадан түсіледі. Орналасуына қарай 5 топқа бөлінеді. Мойын омыртқалары вертебра cervicalis саны 7 болып келеді. Кеуде омыртқалары вертебра thoracica саны 12 болып келеді. Бел омыртқалары вертебра lumbalis саны 5, 8-ге омыртқалары вертебра sacralis немесе ос sacrum 5 омыртқаның бірігуінен түсіледі. Яғни құйымшақ ос коксикус деп аталады. Келесі, бізде енді қол сүйектеріне келетін болсақ. Қол сүйектері бізде орналасуына қарай мынандай аймақтарға бөлінеді. Иық белдеу, иық сүйектері, білек сүйектері және қол басы сүйектерін ажыратамыз. Иық белдеу сүйектері бұғаны клавикуладан және жауырын скапуладан түзіледі. Иық сүйектеріне ұзын түтікті сүйек болып табылатын тоқпан жілік ос хумерден тұрады. Білек сүйектері бізде екі сүйектен түсіледі. Латералда орналасқан қаржіліктен ос радиус және медиалда орналасқан шынтақтан ос улнадан тұрады. Қол басы сүйектері бізде 3 топқа бөлінеді. Білезік сүйектері осса карпи, алақан сүйектері осса метакарпи, и саусақ сүйектері осса дигиторум магнус деп аталады. Аяқ сүйектеріне келетін болсақ, аяқ сүйектері орналасуына қарай жамбас белдеу сүйектерінің, сан сүйектерінің және сирақ сүйектерінің және аяқ басы сүйектерін ажыратады. Жамбас сүйектері ос коксы негізінен 16 жасқа шейін 3 бөлек сүйектен тұрады. Жоғарғы жағында мықын сүйегі ос үйлім, алдыңғы төменгі бөлігі қасаға сүйектері ос пубис және артқы төменгі бөлігі шондонай сүйегі ос иски деп аталады. Сан сүйегі ортан жілік ос фимур ұзын түтікті сүйек болып табылады. Сосын тізер толығы мұнда көрсетілмеген ос пателла. Ал сирақ сүйектеріне келетін болсақ, сирақ сүйектері бізде 2 сүйектен түсіледі. Медиалда орналасқан асықты жіліктен тибия және асықты жіліктің шыбығына латералда орналасқан фибуладан тұрады. Келесі аяқ басы сүйектері өз кезегінде тілерсектен осса тарси, табан сүйектерінен осса метатарси және аяқ саусақ сүйектерінен осса дигиторум педистен түзіледі.